Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз пиццериядағыдай оңай, қолжетімді азық-түліктен пицца даярлайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: ұн, жылы су, тұз, сұйық май және ашытқы қажет болады. Бұл яғни біздің қамырымызға кететін азық-түліктер. Ал енді салмасына бізге майонез, кетчуп немесе томат. Менде қазір кетчуп жоқ, сол үшін томат алдым. Қызанақ, колбаса, сыр. Маған подписация етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді біз қамырымызды даярлауға бастаймыз. Бірінші жылы суымызды қосып аламыз. 2 шай қасық ашытқымызды салып, 2 ас қасық ұнды саламыз да 5-10 минутқа ашытқымыз жұмыс жасағанша күтеміз. Көтерілгенше. Содан соң көтерілгеннен кейін сұйық майымызды қосамыз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз да қамырымызды даярлауға кірісеміз. Яғни 2 ас қасық сұйық май, тұзымызды қосамыз, одан кейін ұнымызды қосатын боламыз. Мен барлық описанияға қаншалықты мөлшерде кететін барлығын жазып кететін боламын. Менде Цесна ұны высший сорт. Сондықтан да ұнға да байланысты қатты қылмай, жұмсақ қылып, қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Бұл қамыр негізі жарты сағат, 1 сағаттың ішінде, егерде мен айтқандай дайындайтын болсаңыздар, жарты сағаттың ішінде ол ашып дайын болып тұру қажет. Міне жақсылап иіғанғанша үстіп илеп аламыз. Пакетке немесе ыдысыңыздың беті жабылса, жауып жарты сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Ол тестамыз дайын болғанша біз салмамызға кірісетін боламыз. Үстіп колбасаны домалақтап турап аламыз. Жақсылап турап алғаннан кейін қызанағымызды даярлап аламыз. Одан кейін өткіштен сырымызды өткізіп аламыз. Содан соң барлық салмамызды дайын болып қалғаннан кейін майонезімізбен томат немесе кетчупымызды араластырып, майонез 1 ас қасық, кетчуптан да сонша мөлшерде салып, бір бөлек ыдысқа сөйтіп жақсылап араластырамыз оларды. Мен көрсеткендей видеодағыдай өстіп даярлап аламыз. Одан кейін қамырымызды ашып қалды. Дайын болған қамырымызды 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Кішкене ғана ұн қолданамыз. Міне мен қамырым жақсы жұмсақ болып дайын болды. Өте жақсы ашыған. Содан соң өстіп жұқа етіп жайып аламыз да салмаларымызды салып бастаймыз. Бірінші осылай кетчуп майонезімізді жағып аламыз. Одан соң қызанағымызды, колбасамызды қоямыз. Сырды мен негізі қызанақпен, колбасамен бір уақытта қоймаймын, өйткені сырым қарайып кетеді. Алдын ала микротолқын пешті қосып қойдым. 200-220 градусқа дайындап қоясыздар. Міне өстіп тестамыз әдемі болып көтеріліп пісіп қалды. 1 минут алуға 1 минут қалған кезде өстіп сырымызды тек қана еру үшін ғана саламыз. Міне өте дәмді, жұмсақ пиццамыз дайын болды. Сіздер де менімен қосылып, өстіп жақсы пиццаны дайындап балаларыңызды, отбасыңызды қуантып жүре беріңіздер.